Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жаңғақты булочки әзірлейміз. Ең алдымен жылы сүт, су, өсімдік майын құямыз. Бөлек ыдыста жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы дайын қоспамызды қосамыз, екеуін де араластырамыз. Ұн қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қолға жабыспауы қажет. Қамырымызды ашығанша 1-1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Арасына салмасын дайындаймыз. Грек жаңғағын жақсылап езіп аламыз. Үстіне шекер, какао қосып жақсылап араластырамыз. Дайын қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Жақсылап жайып, арасына салмасын салып, ыдысымызды майлап, алдын ала дайындап аламыз. Дайын булочкилерімізді ыдысымызға салып, 15 минутқа қойып аламыз бетін жауып. Сосын жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пешке жібереміз. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.